Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Қалдарың қалай? Информатика сабағына қош келдіңіздер. Сабағымызды бастаймыз. Объектілердің үшөлшемді модельдері конус, цилиндр және сфера құру деп аталады. Ойлан, адам қолымен жасалған жанды табиғат модельдерінің арасында өзіңді таңғалдырған екі модельді ата, себебін түсіндір. Қандай үшөлшемді геометриялық фигураларды атай аласың, оларды біреуінің қасиетін сипатта. Жаңа білім SketchUp программасында объектілердің үшөлшемді моделін құрастыруды қарастырайық. Ол үшін модельдерді құрастыруға қолданылатын құралдармен танысамыз. Осы құралдарды қолданып үшөлшемді модельдер құрастырамыз. Жұмыс алаңында кеңістікті басқару құралдары басқа панельдеу программаларындағы сияқты SketchUp программасында жасалып жатқан модельді жақындатуға немесе алыстатуға, бұрып басқа қырынан қарап шығуға мүмкіндік беретін навигациялық құралдар бар. Навигациялық құралдар мәзірдің камера бөліміндегі орналасқан. Құралдардың батырмалары құралдар тақтасында орналасқан. Міне суретте көріп тұрсыздар, я? Навигациялық құралдар, яғни пиктограмма, бұл жерде түрлі 5 сурет тұр, оның өздерінің жаңағы атаулары бар. Яғни мынаны біз біріншісін вращение деп атайды екенбіз, яғни айландыру, камераның объектінің айналасынан айландырып қарауға арналған құрал, мысалы, панорамирование, сол секілді көптеген жаңа заттар бар. Келесі, осы батырмалардың қызметін біле отырып, сендер құрып жатқан объектінің жан-жағын көруді үйрендіңдер. Бірінші, екінші суреттерде объектінің алдыңғы жағының көрінісі берілген. Көрінісі болса, яғни берілген болса, ол вращение, яғни айландыру батырмасы арқылы объектінің астыңғы бөлігін көруге болады. Яғни, мына екі суретте жаңа айтты ғой, екі объектінің алдыңғы жағына көрінісі берілген болса, ол уже вращение деп аталады. Объектінің жанынан қарағандағы көрінісі, яғни объектінің астынан қарағанда көрінісі. Мінеки, осылай біз атайды екенбіз. Следуй за мной. Соңымнан ер. Бұл құралды қолданудың өзіндік ерекшелігі бар. Құралдың жұмысын үйрену үшін төмендегі мысалдармен танысайық. Яғни дуга, доға деген секілді көптеген жаңа заттар бар екен. Келесі, бұл шетте өздеріңіз көріп тұрғандай 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші сурет. Біріншісі осындай болады. Яғни біз бірінші размерін құрып аламыз, яғни қандай пішін, сондайды құрып аламыз. Ал одан кейін бізде уже қолына ұстайтын кружканың, яғни тұтқысы болады. Алдыңғы беттегі мысалдардан көрініп тұрғандай, егер SketchUp программасының құралдарын тиімді қолдансаң, күрделі объектілердің үшөлшемді моделін оңай құрастыруға болады. Яғни цилиндр құру. Программа көмегімен цилиндр құру үшін төмендегі командаларды орындау керек. Жұмыс алаңына окружность, яғни шеңбер. Яғни мынау суреттегі батырманы басудың көмегімен шеңбер сал. Яғни тяни, ол толкай, яғни тарту, итеру. Яғни біз осылай пішін жасайды екенбіз. Смещение деген ол бізде ығыстыру. Яғни мына суретте көріп тұрсыздар ғой, былай үстіне басып, жан-жағынан басып ығыстырады. Міне, 7-ші сурет және де 9-ші суретте оны біз смещение арқылы осылай үстіне басып ығыстырады екенбіз. Жаннан осылай істеуге болады. Конус құру. Программа көмегімен конус құру үшін төмендегі командалар ретін орындау керек. Жұмыс алаңына окружность, яғни шеңбер.
батырмасының көмегімен шеңбер саламыз. Яғни 10-шы суретте сол шеңбердің көмегімен жерге шеңбер салып аламыз. Ал одан кейін келесі қадамда линия сызық. Яғни осылай, мысалы үшбұрыш болып тұр ғой, линияны белгілеп аламыз, және де оны осылай айландыра отырып біз үшбұрыш жасаймыз. Ведение, яғни жетектеу командасы мен конустың табанының радиусы бойымен тарт. Яғни оны біз жаңағы үшбұрышты тартып отыру арқылы біз осылай доптомалақ, яғни үшбұрыш доптомалақ шығарады екенбіз. Яғни ол конустың командасы мен конустың табанын радиусы мен бойымен тарт. Түсінді деген ойдамын. Келесі суретке назар аударайық. Сфера құру. Енді сфера құру орташа неде болады? Қатты қиын емес, қатты оңай емес. Программа көмегімен сфера құру үшін төмендегі командалардың ретін қолдану керек. Жұмыс алаңына окружность, яғни шеңбер батырмасының көмегімен шеңбер сал. Кәдімгі жаңағыдай тура шеңбер салып аламыз окружностьтің көмегімен. Келесі қадамда шеңбердің тінтуірдің сол жақ батырмасын 2 рет шертіп ерекшеле. Яғни переместить, жылжыту. Батырмасы мен шеңбер центрінде КТРЛ пернесін басып тұрып, шеңбердің екінші көшірмесін ал. Яғни бұл 4 суретте біз домалақ пайда қылуымыз керек, өздеріңіз көріп тұрғандай. Бірінші жаңағыдай домалағын салып аламыз жерге, оның үстіне тағы да осылай бізде домалақ болу үшін тағы да үстіне қоямыз. Содан кейін оны жаңа 15-ші суретке қараңыздаршы. Солай айландыра отырып, біз 16-ші суреттегідей дөңгелек қылып аламыз. Мінекей, осылай біздің жаңағы сферамыз шығады екен. Өздеріңізде компьютерлеріңіз болса, жасап көрулеріңізге болады. Өте оп-оңай, айландыру арқылы жасай саласыздар. Келесі, практикада қолдану, яғни бірінші тапсырма. SketchUp программасының құралдарын пайдаланып, 17-ші суреттегі ғимараттың моделін жаса. Ғимараттың моделін жасау үшін өткен және осы тақырыптарда қызметін танысқан құралдарды қолдан. Мөлдір шыны алу үшін заливка құйып бояу, яғни батырмасын басып, материалы стекло, сине, яғни материалдар жарық ход кізгіш, көк шыны, яғни командалар қатарын таңда. 17-ші суретте біз тура солай батырмамен көмегін алып, осылай басып шығамыз. Ал 18-ші суретте бізде басқаша, Енді осылар дәптерімізге саламыз. Екінші тапсырма. Арканың моделін жаса. Бұл объектіні сызуда следуй за мной соңымен еріп құралып кет дегенді басып солай жасаймыз. Енді сұрақтар қойын сіздерге. SketchUp программасында модельдерді қалай құрастыруға болады? SketchUp программасында кеңістікті басқару құралдары қандай қызмет атқарады? Вращение, айландыру батырмасын қандай әрекеттерді қолдануға болады? Следуй за мной, соңынан ер. Құралын қолдану алгоритмінің қалай сипаттаған болар едің? Конус пен сфера құруда следуй за мной, соңымнан ер құралын қалай қолданады? Үй тапсырмасы. Интернетті пайдаланып, SketchUp программасында конус, цилиндр және сфераның модельдерінің қалай жасалатынын біліп ал. Өзіңе ұнаған бір модельді таңдап, сол модельді компьютерге құрастыр. Мінекей оқушылар, сіздерге сұрақ қойдым. 5 сұраққа жақсы жауап беріңіздер деген ойдамын. Және үй тапсырмасын бердім. Және бір сурет көрсеткім келіп тұр сіздерге. Алдыңғы көрініс, яғни предыдущий вид. Келесі көріну, следующий вид. Міне, мен жаңа компьютерден түсіріп алдым. Міне, біріншісі осылай. Өздеріңіз көріп тұрғандай, барынша үшбұрыш болып кете береді. Мінекей оқушылар, осылай сіздер компьютермен түрлі сфера және де конустарды және жаңағы бокалдың шынысы, тұтқысы жасауға болады. Ал оқушылар, сіздермен болған мен Арайлым апайларыңыз. Сау болыңыздар оқушылар. Келесі кездескенше, бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын.